Сәлем балалар, бүгін 31 сабақта бүгін біз литрмен танысамыз. Бірінші тапсырмаға қарайықшы, сұйық заттардың мөлшерін қалай салыстыруға болады. Бізде мына кувшин, бутылка және бізде банка тұр, ішінде сұйық заттар бар. Енді біз қалай салыстырамыз? Енді көзбен қарасақ, мынау банка үлкендеу, банканың ішінде сұйық зат көбірек сияқты, ең үлкені банка сияқты. Және мына ыдыста тұр стакан, ең аз ыдыс мына стакан ішінде сияқты. Бірақ біз алдымен мына ыдыстардың сыйымдылығы, яғни қанша литр екенін білгеннен кейін ғана нақты айта аламыз. Мысалы, мынау 1 литр сыртында жазылып тұр. Кувшинында сыртында жазылып тұрады 1 немесе 1,5 литр. Бутылканы білеміз, 1,5 литр, 1 литрлік бар. Және мына банкілерде де 1,5-2 литрлік бар. Сол сыртында тұрған жазуға қарап, біз нақты айта аламыз. Қай затта мөлшерде сұйықтар көп екен. Сондықтан да мына суретке қарап нақты айта алмаймыз, бірақ көзбен қарап шамамен мына банкіде көбірек болуы мүмкін, себебі банкі бізде үлкендеу, бірақ нақтысын сол сыртындағы жазуға қарап айта аламыз. Енді қарамыз, қай ыдыста су көп екенін анықтауға бола ма, қалай тексеруге болады дейді. Бізде шелектер берілген екен, бірақ шелектердің сыртында ешқандай жазу жоқ. Көзбен қарайықшы, мына шелекте түбінде аз ғана, мына шелекте де аз ғана, мына шелекте ортаншы, мына шелекте көп, мына шелекте жартысынан көп, мына шелекте соңына дейін көп екен. Бірақ қай ыдыста судың көп екенін анықтай, біз сыйымдылығын білмесек анықтай алмаймыз. Себебі мынау 1 литр болуы мүмкін, мынау 2 литр болуы мүмкін. 2 литрдің жартысынан көп, нақты 1 литр. Демек, мұнаның ішіндегі су көп болуы мүмкін. Немесе мынау 1 литр, мынау жарты литр. 1 литрдің жартысы, мынау жарты литр толық тұр. Мынау екеуінің ішіндегі су бірдей болуы мүмкін. Сондықтан да қалай тексеруге болады? Шелектердің сыйымдылығы, яғни неше литрлік шелек екенін білгеннен кейін ғана ішіндегі су қайсында көп екенін білуге болады. Әр шелекте де сыртында жаңағына бірінші тапсырма сияқты біз біле аламыз. Мысалы, жарты литрлік шелек, 1 литрлік, 2 литрлік, 3 литрлік, 4 литрлік шелек болуы мүмкін. Сондықтан да бізде бұл жерде көзбен нақты айта алмаймыз, тек қана шамамен ғана айтуға болады. Келесі үшінші тапсырма сыйымдылықты салыстыр. Бізде 1 литрлік бутылка, 6 литрлік және мына 9 литр аквариум көрсеткен. Салыстыратын болсақ, 1 литр кіші 6 литрдан, немесе 1 литр кіші 9 литрдан, 6 литр кіші 9 литрдан. Сонда бұл жерде ең үлкені мына аквариум 9 литр екен. Келесі аквариум 7 литр, шайнек 2 литр, каструль 5 литр. Салыстыратын болсақ, 7 литр үлкен 2 литрден, 7 литр үлкен 5 литрден, 5 литр үлкен 2 литрден. Осылай салыстыруға болады. Ал екінші суретте ең үлкені мынау аквариум 7 литр болып табылады. Төртінші тапсырма, бірінші бағанға қосындыларды, екінші бағанға айырмаларды жаз, олардың мәнін есепте. Бірінші қосындыларды жазайық. 2 литр қосу 6 литр тең 8 литр. 6 литр қосу 4 литр тең 10 литр. 5 литр қосу 2 литр тең 7 литр. 3 литр қосу 6 литр тең 9 литр. Бұны бірінші бағанға жазамыз. Екінші бағанға айырмаларды жазамыз. 9 литр азайту 5 литр тең 4 литр. 6 литр азайту 6 литр тең 0. 8 литр азайту 3 литр тең 5 литр. 10 литр азайту 5 литр тең 5 литр. Бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.